Ішкі істер министрлігінің өкіліне жаңа депутат Исабеков Данабек бір жақсы мәселені көтерді. Ол ата-аналар бізге де шыққан, маған да тікелей шыққан, ресми түрде хат жазып. Мына бізде есірткі мен прекурсорларды пайдаланатын адамдар бар, тұтынатын, және оны көшеде жүріп сататындар бар, және оны арнайы дайындайтын картельдер бар да. Мына қылмыстық кодекстің арбитісінде көбінесе сол жаңа сататындар мен пайдаланатындар түрмеге отырады да, дайындап отырған картельдер, барондар ол қылмыстық іске тартылмайды, сыртта қалып қояды. Және сол көшеде сатып жүргендерді сол ұйымдастырушы, жасаушы сияқты үлкен қылмыстық жаңағы кодекстің бабымен соттайды. Яғни біздер сол қылмыстық кодекстің аясында дайындап отырған наркобарондарды осы арбитрадан тыс қалдырып отырған сияқтымыз. Сондықтан бұны дифференциация жасау керек сияқты. Біздер қазір дайындап жатырмыз осындай бір норманы. Осы ішкі істер министрлігі, осыған сіздер қалай қарайсыздар? Бәрін дифференциация жасасақ. Мысалы, жаңа пайдаланған мелкий сатып жүргендердің қылмыстық жаңа жауапкершілігін төмендетіп, ал енді жаңа барондарды сіздер ұстамайтын. Ойына келген жасап отқанда. Оған қылмыстық жаңа айтып отқан өмір бойы қылмыстық жаза қолданатын қылып, бас бостандығынан айыратын қылып жаза қолданатын норма енгізсек. Біз бәрін деген нақты қоюымыз керек қой. Жаңағы шелек жалаған тұтылады да, қалай еді жаңағы, айран ішкен құтылады да, шелек жалаған тұтылады деген, сондай болып қалып отыр да мынау. Сіздердің қазіргі кодексіңіз, оларды жауып отырған сияқты. Осыған сіздердің көзқарастарыңыз қалай? Қашан біз соларды құртамыз? Жаңа жауап берген жоқсыз ба? Тағы да бір жауап беріңіз, ішкі істер министрлігінің өкіліне. Жаңа айтылып өткенде, жаңағы жұмыс тобының құрамында біз бұның бәрі сұрақтарды қарастыруға дайынбыз.